Қорғансыздар, жақында Астана телеарнасынан көрсетілетін 2024 жылы түсірілген «Су жаңа» түрік сериалы. Бұл сериал ата-анасының жұмбақ өлімінен кейін қорғансыз қалған 6 бала туралы болмақ. Сериалдың жалпы қысқаша сюжеті: балалардың әкесі Рифат пен аналары бала мұғалім болып жұмыс істеген. Жас кездерінде Явуз есімді кейіпкер балаға ғашық болып, оған үйленгісі келеді. Бірақ балалардың анасы бала қарапайым мектеп мұғалімі Рифатқа ғашық еді. Явуздың күткеніне қарамастан бала Рифатқа тұрмысқа шығып, екеуі қашып кетеді. Солай бала мен Рифат орманға қоныстанады. Явуздан қашып олар 20 жыл орманда өмір сүреді. Ара шаруашылығымен айналысады және 6 баласы дүниеге келеді. 20 жыл тыныш өмірден кейін балалардың ата-аналары жол апатынан қайтыс болады. Ата-аналар қайтыс болғаннан кейін 6 жетім Азизе, Джемо, Зелиха, Фидан, Рамо және балым жаңа өмір іздеумен Стамбулға көшіп, көшенің қатал шындығына тап болуға мәжбүр болады. Көптеген жылдар бойы баланы кешіре алмаған ескі жаулары Явуз балалардың тағдыры туралы біледі және олардың бірлігі мен өмір сүруіне қауіп төндіріп, олардан кек алуды шешеді. Сериалдың жалпы сюжеті балалардың өмір сүруі үшін күресі, олардың отбасын сақтап қалу әрекеттері және үлкен қаладағы интригалар мен қауіп-қатерлерге қарсы тұру туралы болмақ. Стамбулдың қатыгез көшелерінде өрбиді. Мұнда балалар түрлі қауіп-қатермен бетпе-бет келеді. Далада қалып қиналады. Билік тарапынан қысым көреді. Соңына қылмыстық топтар түседі. Тағдырдың тауық бетіне төтеп беруде үйдің үлкені Азизе бауырларына нағыз тірек, қорғаушы әрі жол көрсетуші болады. Ол ата-анасының орнын басып, балаларды қиындықтардан алып шығуға барын салады. Рөлдердің бірі Азизені түріктің танымал актрисасы Хазал Субаши ойнайды. Ол осы рөлі үшін үлкен марапатқа ие болған. Алдағы уақытта осы шым-шытырық оқиғаға толы телехикаяға каналымда бөлімдеріне шолу жасайтын боламын. Сондықтан да қолдау білдіріп, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдын ала рахмет.